бұрынғы залым ұнамай қалып, бірақ маған емес, сол әкімшіліктегілер ұнамай қалған ба түсінбеймін жүдә. Бірақ қалай дегенмен де мемлекеттен бөлген ақша уақытымен сол өзінің баратын жеріне бармай қалып жатқан жағдайлар бар да. Бокс туралы айтып кеттік да. Иә. Енді екеуміз де боксшымыз. Басқа спорттарға кірмейміз жалпы. Осы салада біз маманмыз деп толыққанды айта аламыз. Біздің мнениеміз халық арасында әрине жүреді, өйткені біз бокс сырттан емес, ішінен білетін адамдармыз ғой біз. Біреу жетістікке келген әкесінің тойын жасап отыр. Жетістікке келіп не бітірді ол әкесі? Бала тудырыпты, оны хайуанда тудырады ғой. Кеспеңдер мына жерін. Осы жерде шындықты айту керек та. Тұрсынғали ағамыз деп қана айтып кетеміз да. Негізі оның не үшін легионерларды әкелу жемқорлық үшін өте тиімді да. Мен енді нақты мынау деп айтпай ақ қояйын. Енді Қазақстан құрама командасы үшін ол бір-ақ адам шығар, бірақ ол өзінің үйі үшін, бір әулет үшін ол бүйтіп тұрған адамдар еді да. Айке. Өзіңіздің бокс карьераңызды айтып кетіңізші. Мен алдағы уақытта мен ораламын деген бір жақында клипім шығады деп кәдімгідей Қайрат Нұртас сияқты. Сыр, жігіттер, что там? Не үшін мынаны қазып отырсыңдар? Отмывание денег па мынау? Жемқорлықты тоқтат. Промоушн ашамын. Олимпиадаға барамын. Біздің федерация мені осып кетсін, әңгіме жоқ. Бірақ мен оларға конкурент создавать етемін. Қысқа да нұсқа. Бітіп қалды ма не? Енді разгон қиық жіберіп отыр едім. Құрметті көрермендер, жаздың соңғы уақыттарында Алакөлге барып, демалыс күндерін шомылумен өткіземін десеңіздер, сіздерге Манас резорт демалыс орнын айтар едім. Сол жерге барыңыздар, сол жерде керемет сіздер үшін жағдайлар жасалған, өте сервисі керемет, жақсы. Біз өзіміз барып демалып қайттық отбасымызбен. Жаңағындай тамақтары да уақытылы, жататын орындары да бәрі, комнаталары бәрі таза. Сондықтан осы демалыс орнына сіздерді шақырамын. Ассалаумағалейкум, құрметті жағыңыз сынса да сағыңыз сынбасын атты менің подкаст жобамның тұрақты көрермендері. Бүгін бізде Қазақстанның былғары қолғап шебері, даңқты боксшымыз Айдар Шәрібаев бауырымызбен сұхбат құрып отырмыз. Жалпы бұның алдында студияда құрған болатынбыз. Қазір енді осындай шынайы атмосферада сұхбат құруды жөн көріп отырмыз. Айеке, енді қал жағдай сұрасудан бастамай қойық, өйткені сразу бокстың қал жағдайын сұрайықшы. Енді үнемі біріміз көріп тұрамыз, сөйлесіп тұрамыз дегендей. Сондықтан қазір бірінші сұрақ, жақында енді өзіңді көріп жүрген инстаграмда залың ауысып жатыр екен. Басқа залға ауысуыңа не себеп жалпы? Ана бұрынғы залың ұнамай қалды ма әлде? Жоқ, бұрынғы залым ұнамай қалып, бірақ маған емес, сол әкімшіліктегілер ұнамай қалған ба түсінбеймін жүдә. Көп қазақтың жастарын көп дайындап жүртпеген. Енді алғаштардан болып кәсіпқой бокс мансабымызбен Америкаға барса, Америкадағы кәсіпқой спортшылардың кәсіпқой бокстың бапкерлерінен алған тәлім тәжірибемізді осы жастарға бөлісейік деп сондай Айдар бокс академиясын ашқан болатынбыз. Біршама бала осы жерден облыс деңгейінде, республика деңгейде өнер көрсетіп жүрді. Сөйтіп елімізде енді көп жобалар, бастамалар болып отыр ғой. Соның ішіндегі ең бірі, жаңағы жақсы дегендердің бірі, бұл бұқаралық спортты қамту бағытында президент Тоқаевтың өзі қолдаған жаңағы даму бала басында арт спорт болып ашылған. Ол бұқаралық спортты қолдау бағдарламасы ашылған болды. Сол жақтан ақша бөліп тұратын. Сөйтіп енді бұл даталау бізде прозрачный болған, мемлекеттен бөлінген ақша каждый баланың, әр баланың еліміздегі тегін спортпен айналысуын қамтамасыз еткен жоба болған да. Енді бізде андай акиматтарға сол ақша бөлінетін, сол акимат ауданда әр залға тапсырып беріп тарататын да сол ақшаны. Сөйтіп енді қысқасы акиматқа ұнамады ма, жоқ басқасы ұнамады ма, көп ақшаға қол сала алмай қалды ғой, өйткені бәрі ашық жерде жүрді, ашық түрде болды. Сөйтіп қысқасы не керек, біздің ақшалар тоқтап кішкене тормозить ететін болды ғой, уақытың бізге жетпейді. Сөйтіп та біз енді арендаға зал алып тұрған болдым да, сөйтіп залымыздың жабылуына себеп болды ғой. Сөйтіп та қаншама бала жетім тірегендей болып сыртта қалды қазірше. Қазір сыртта тренировка өткізіп жүр сол балалар, жазғы каникулдарында зал жоқ. Енді біз енді қанша уақыт болды бұлай болғанда? бір айдан асып кетті сол залдан шығып. Қазір енді басқа бір зал таптық қазір, помещение тауып, енді оған
алдындағы нан залдың ремонтына 10 миллиондай ақша тапсам, тағы да оған бір 10 шақты миллион ақшамыз кетіп отыр. Қайтадан оны новый зал ремонттап жатырмын, оның залдың ішін реттеу керек енді. Қордаға алып келсең дейсің, бұрындағы ауылда қорда тренер істеп жүретін балалар жоқ қазір. Бәріне жағдай істеу керек, кәдімгідей душы бар, ананың ішінде бүкіл енді. Условия создать жатыр. Алматыда Қонаев 21 Қонаев көшесі енді. Қонаев атамыз біздің көршіміз. Иә, сол жерден зал ашып жатырмыз. Енді Алла қаласа аз уақытта 1-2 аптада ашылу салтанаты болады. Өзіңде қонақ болып келесің бұйырса. Иә. Сол енді ана бокс айтамыз ғой, бізде боксты көп ойлайды, әдемі ұруды үйретеді, қатты ұруды үйретеді. Негізі бокс қатты соққылар көтеруге үйретеді деп өзім әрқашан айтамын. Сөйтіп айтқаннан кейін өзім де сол сөзбен сыналдым ғой деймін. Өмірдің соққылары жаңағы бокстың соққылары бокс соққыларынан қаттырақ қой. Сөйтіп андай бизнес жағынан келіп воздух перекрывать етіп тастаған кезде тоқтап тастап басқа темаға ауысайын ба дедім да, бірақ енді қалай дегенмен де осы кәсіпқой бокс саласында жүргеннен кейін өз мамандығымыз, өзіміздің эксперттік саламыз бойынша сол бокс саласын дамыту үшін қайтадан осы Айдар бокс академиясын қайтадан залын ашу керек болды. Сөйтіп ашып, қазір енді сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Біздің енді мемлекет қызметкерлері біздің осы подкастымызды көріп отырған болса, құрметті құрметті ағалар, бауырлар, қолдаңыздар. Айдар бауырымызға мүмкіндік беріңіздер. Қазақтың осындай азаматтары, небір батырларымыздың, көк туымызды желбірететін азаматтардың шығуына себепкер болады деп ойлаймын. Негізінде себепкер болып та жүр, міне жаңа нәтижелерін айтып отыр ғой. Енді Алла қаласа осындай залдардан, қарапайым залдардан шығады ғой, негізі көбінде анау бізде енді Алматыда білесіздер ғой, өзі районмен бөлінеді ғой. Ойша Әл-Фараби жақтардан мен енді шықсын деп тілеймін әрине. Бірақ көбінесе жақында шықпайды. Көбінесе негізінде төменгі жақтардан, сәл жағдай нашар райондардан, сондай Америкада да мысалы геттолардан шықты чемпиондар. Мысалы Бруклин, Тайсонның шыққан жері. Сондай жерлерден нағыз тұлғалар, нағыз ел намысын қорғайтын азаматтар шығады. Өйткені қиындық, дискомфорт жағдайы сол адамды сондайға алып келеді. Чемпион болуға ұмтылдырады. Енді Аллах тағала жәрдемші болсын, брат. Енді көріп отырмыз, меніңше осы подкастты көріп отырған бір ағаларымыз болса, міндетті түрде саған хабарласады деп ойлаймын. Өйткені өзің де қазақ деген адамсың. Біршама ағаларда хабарласып, жаңағы телевидение 31-ші информировка шығып кетті ғой. Не болды? Біз не істеп көрмей көріп қалдым стористен. Енді мен айтайын деп жатқан, бұяқта жемқорлық деп мынау деп айта алмаймын. Бірақ қалай дегенмен де мемлекеттен бөлген ақша уақытымен сол өзінің баратын жеріне бармай қалып жатқан жағдайлар бар да. Басқа нәрсеге арада. Білмеймін, ол кімнің жеке біреудің ойы ма, нақты болған дәлелім жоқ, бірақ уақытымен ақша бізге келмей жатқан ол сөзсіз да. Соны айтайын дегенім мен бұяқта жемқорлыққа қатысты тікелей болмауы мүмкін. Бірақ анау Қытайда жиі барып жүрмін мен қазір Қытайға. Қытайда бір нәрсе ұнатты маған. Қытайдың енді әлемдегі қазір екінші экономика, бірінші экономика дейді жер бетінде. Олимпиада спорттарында көріп болса, екінші орын алып тұр, Америкадан орын алып тұр. Бұндай деңгейге көтерілудің бірден бір себебі, ол жақта адам өлтірушіні жазалағаннан да парақорды одан да қатырақ жазалайды екен. Неге деп ойласам, адам өлтірген адам бір адам өлтіреді дейді да, ал парақорд бүкіл мемлекетті өлтіреді дейді. Сол үшін оның жазасы қолын чабу, бала шағасымен, туған туысқан үрім бұтағымен қосып қаудалап жібереді екен да. Тұқыммен қосып жібереді. Тұқыммен. Яғни түбірінен, тамырынан құртады да ол нәрсені. Енді жаудаяған жарадар дейді қазақта. Біздің мемлекетте аяйтын жерде аямайды, біз мемлекет кейбір нәрсе түсінбеймін. Біреулердің сәл мемлекеттен қайтарып алып, қайтадан бостандық беріп отыр да. Мен ойлаймын, қаталдық бар кезде ғана. Кезінде Германияда Гитлер келмей тұрған кездерде, Гитлердің бәрі жаман жағын айтамыз ғой, жақсы жақтарын айтып қояйық. Гитлер Германияға президент болып келмей тұрған кезде вообще мына троллейбус, трамвайға ешкім билет алмайды екен. Бәрі төлемейді, шығып түсіп кете береді екен да. Гитлер былай айтқан болмағаннан кейін ішінен ортасына бір троллейбус тоқтатқан. Билет тексергенде 5-6 тонна билет жоқ болған ғой жаңағындай. Билет жоқта 5 тонна алып шыққанда дұрт деп жазған ғой, короче, автомат бір түсіреді еткен да. Сөйтіп фотоға түсіреді да газетке жазып жібереді ғой, короче. Билет төлемегендер атылып жатыр депші. Ертесі күні ана билет сататын жерде аншлаг, короче. Ё-май, қырғын, бүкілі билет, бір емес 2 билеттен алып жүретін болған ғой, короче. Страховочный. Біреу жоғалып қалса байқамай билет үшін өліп кетпейік деген ой болғанда. Соны айтайын дегенім, енді әрине бұл тым артық шығар, бірақ кейбір кезде мемлекет болып орын алу үшін қаталдық керек. Мысал үшін кішкентай балаларды зорлайтын педофилдар, мысал үшін мен өз басым енді заң жағында болсам, мен олардың
оларға қатаң жаза қолданар едім, өйткені ондай азаматтар қоғамға оның өте мен зиян, ойлаймын бізде оны айын деп тұрған ешкім жоқ та, бізде де қатал жаза қолданғысы келеді, бірақ сол заң қабылдайтындар өз балалары үшін гарантия бере алмайтын сияқты. Ертең заң шығарып, ертең өз баласын сөйтіп сондай ұстап қалса, өз баласын өлтіруге духы жетеді. Омар радиаллаху анхудың осы арада бір оқиғасы бар ғой, өз баласын өлтіргенін естіп пе едің? Өз баласын зина жасап қойған үшін өз баласын дүре соғып өлтіреді Омар. Сөйтіп жаңағы баласы енді балиғат жасына толған, бірақ жаңағындай үйленбеген да ана қызбен, ерлі зайыпты емес, бірақ зина істеген. Сол үшін баласын жаңағы дүре соғып жатып, ұрып өлтірген кезде бәрі халық аясаңшы демегенде өз баласын аямай 90 дүре соққанда ма баласы жан тапсырады. Сол кезде халықтан мынандай сөз қалған екен да, өзі Омар қолына ұстап отырып, жылап отырып, әділдікті халыққа үйретем деп отырып, өз баласын ұрып өлтірген сорлы Омар деп жылаған екен. Сондай ұлы тұлғалар өткен да исламда. Жаңағы Гитлердің жаманшылығын несін айттық қой енді, қаталдығын айттық қой енді. Соның арқасында қаншама енді ол тарих жасап жүр ғой енді, бағарында Германияны қандай аяққа тұрғызып жіберші айтқандайшы. Қырды бір жаман. Енді еврейлерді қырып отқандығының сол кезде бекер қырмағандан қазір түсініп отырық қой енді. Ол кезде Гитлер жаман еді, қазір енді ол да ар жақты көрген адамдар еді да. Жаңағы енді бұл жақта айтайын деп жатқаным, мысалы Сталиннің бүгін Союзды басқарып тұрған кезінде соғыста біздің жеңуімізге себеп болған сол қаталдығы болды да. Неге? Өйткені баласы, жаңағы Иосиф Сталиннің баласы неге тұтқынға түсіп қалады? Сол кезде немістер айтты, біздің ана генералды босатыңдар, сол кезде балаңды жібереміз деді ғой. Сонда айтты ғой, жай солдатқа генералды ауыстыратын шахматтың өзінде ондай ойнамайды деді да, короче. Сен Ферзю на пешку не меняйт деді ғой, короче. Баласын жертвовать етеді. Баласын жертвовать етеді да. Неге? Осындай деңгейге жету үшін өмірде енді қара, спортшының өзі олимпиада чемпионы болсын, кәсіпқой бокстан чемпион мира болсын, ол немен жертвовать етеді? Өзінің дискотекаға баратын уақытымен, қыздармен кездесіп қол жүруден, денсаулығымен, өзінің бос уақытта достарымен барып таңға шейін ондай уақыттың бәрін көрмедік қой біз. Біз 30-40-қа келгенде енді білдік қой, оказывается, тойда өсіп жүреді екен, дискотекада өсіп жүреді екен деген деманы кейде көрдік, көрмесек ол да жоқ қой бізде. Өйткені біз жастық шағымызды сол нәрсеге тәрк еттік та. Біз спортпен жүрдік, таңертең тұрдық, кешке тренировка, арасында ұйықтап үлгерсек ұйықтап үлгердің. Былай ары бері қыдыру болмады да. Біздің өміріміз сол болды да. Өмір деген осы екен деп ойлап запасной басымыз барша төбелесе бердік қой, мысалы былай қарағандашы. Негізінде вот сондай нәрселерді оның бәрі тәрк ету керек та. Бір нәрсеге жету үшін өмірде бір. Сол сияқты біздің вообще мемлекетте, спортта болсын, бір нәрсеге жету үшін бір нәрсенен тәрк етесің. Яғни қатал заңға қабылдайсың, тиымдарға тыйылу керек болады. Ол өмірдің заңдылығы солай. Что брать, надо давать деген сияқты ғой, короче. Алмақтың да салмағы бар. Өмірде бір нәрсеге жету үшін бір нәрсені жертв етесің. Ол заңдылық. Сол себепті мен ойлаймын, біздің мемлекетте біз биікке шыққымыз келе ма? Біз жемқорлықты құрту керекпіз. Біз жаңағыдай сыбайлас жемқорлық, туған туыс, көке, аға, көке деген нәрселерден алыстау керекпіз да. Біз егер Америкаға сияқты, Қытай сияқты мемлекеттердің артында жүргіміз келе ма? Солармен ілесіп. Туған туыс болсын, сен туысқанның тойында соның баласына істейтін жақсылықтарыңды істей бер. Бірақ енді маман емес, өз маман емес бір адамды әкеп, туысқанды әкеп қойып қою, барып тұрған сорақылық та. Ол мемлекетке сеген қиянат та. Осы нәрсе дәріптеу керек пе, дұрыс нәрсе. Бокс туралы айтып кеттік қой да. Енді екеуміз де боксшымыз. Басқа спорттарға кірмейміз жалпы. Өйткені боксшы болып тұрып, басқа қазір плаванияны, гимнастиканы айтып кетсең ол болмайды да, жараспайды. Күресті қарапайым. Боксты білеміз енді. 20 жылдан аса уақыт осы спортқа өміріміз ардық, жаңа айтып жатсың ғой. Қыдыру, ана мына ондай еш нәрсе біз көрмедік. Бірақ енді осы салада біз маманмыз деп толыққанды айта аламыз. Біздің мнениеміз халық арасында жүреді, өйткені біз бокс сырттан емес, ішінен білетін адамдармыз ғой біз. Жалпы әуесқой бокста емес, кәсіпқой боксты да көрдік. Бірақ енді әуесқой боксымызға тоқталайық. Қазір олимпиада өтті жақында. Әлі ыстығы басылмай тұр, шыны керек. Халықтың көңілі көп қалды. Үнемі жақсы нәтиже көрсететін қарапайым, мысалы мынау Сидней олимпиадасында Тұрсынғали ағамыз өзіміз дайындаған 4 білдей адамды финалға шығарып, екеуі чемпион болып, екеуі финалист болған. Осы жерде шындықты айту керек та. Тұрсынғали ағамыз деп қана айтып кетеміз да. Негізі оның Бекет Махмұтов ағамыз деп көбірек айтылу керек та. 3 рет Бекет Махмұтов деп айтылып, 1 рет Тұрсынғали деп айтылу керек деп ойлаймын да, бұл жақта. Өйткені еңбек сояқты да негізінде.
рингтің сыртындағы жұмыс. Иә, рингтің сыртындағы жұмыс. Ішіндегі жұмысты ол кезде көрдік, білдік. Жарайды, оны қоя тұрайық. Негізі түбі солай да енді. Бізде енді бұл арада боксшыларымыздан бір қате кетті ма, или бапкерлерден қате кетті ма, дайындықтары дұрыс болмады ма? Енді өзіңіздің, Айеке, мен өзімнің пікірім бар, әрине мен оны айтпай қойын. Өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз. Көп айтады ғой, әділетсіздік болды, әділетсіздік. Мен айтамын, конкретно әділет өте әділетті болды деп ойлаймын да. Ол кімнің алдында әділет, Алланың алдында әділетті болды деп ойлаймын да. Төрештер қысып кетсе, бір-екі ойларды бізде бермеді балаға, мысалы. Оның да әділеттілігі болды. Неге? Біздің анау төрештерге көрсетті да, біздің елдің ішінде отқан кішігірім жасөспірімдер чемпионат Қазақстанда жүреді ғой, сол жақта төрешілер ойнағанын істеп жүрді. Ел біріншілігінде мен өзімнің қанша жекпе-жегім кетті да. Мен өзім әуесқойда бокс жүргенде қанша білесің ғой өзің. Әлем чемпионатында, Азия чемпионатында мен Дамир Буданбек деген бапкер лақтырып кеткен да, например. Сол кезде тиын бере алмадық біз, қалдық, кешіріп қоярсыз конкретно. Иә? Енді конкретно осындай кез айтты, жігіттер, бұрындағы заман жоқ, ұят болады деген. Ұят соларға болу керек. Біз ұят болатын нәрсе деген жоқпыз. Бізде ана кейбір кезде балалар айтады, біреудің артынан айтсын тоқылдақ деп ше. Ол тоқылдау емес конкретно. Мен еліңе жаның ашығаннан кейін, бізден кейінгі жастар сол нәрсені опық жемеу үшін мысли вслух дейді ғой, ойыңа келді ме, ұнайтын нәрсе ұнайды, ұнамайтын нәрсе ұнамайды деп айта алу керекпіз да біз. Сол үшін кейбір кезде үлкен кісілер деп айтамыз, үлкен кісі сау дейтін нәрсе бар, бірақ кейбір кезде адамның жасы ғана өседі да, ақылы, оның абырой, даналығы өспей қалатын кездер бар да. Сосын ондай құр жасы өскен адамдар сыйлаудың қажеті жоқ. Олар жастары сенен бір 10 палзыңки ерте тоздырғанымен, оның санасы сенен төмен болуы мүмкін да. Сол үшін мен бұрында ағай дегендердің бәрі дұрыс болып көрінетін да бізге. Қазір ағайлар да демалсын, егер олардың сыйлайтын бойында біріншіден адалдығы болмаса, екінші әділдігі болмаса, оның тәжірибесі мен оның бұрынға жеткен жетістігі в общем қызық емес қой. Оның сол адалдығы, тәжірибесі ел үшін қызмет етпейтін болса, олардың бәрі пайда жоқ та. Сол үшін мен айтамын да, біз ел даму үшін бірінші әділ болу керек. Жаңағында әуесқой бокстың ішін білеміз деп отырсың ғой, әрине білеміз. Мен айтамын, осы олимпиада әділ болды. Біріншіден, төрешіліктің әділетсіздік болу жағдайында біз сезіндік та. Өйткені бір-екі ойлар кетіп қалды бізде. Сабырхан бойы кетіп қалды, мысалы. Дәл сол сияқты жекпе-жектер біздің елдің де ішінде болып жатыр. Елдің ішіндегі майдан шүйде осындай нәрселердің бәрін, мысалға сосын Мырзағали ағамыздың әңгімесі бар да енді. Мырзағали ағамыздың ішінде әңгіме бар, енді Мырзағалиға обал болды деп отыр ғой енді. Бұның да әділдігі бар да енді. Әр нәрсе ағаштан жапырақ түседі, алаң қалаумен түседі ғой, дұрыс па? Ағаштан жапырақ түседі, алаң қалаумен түседі. Заңдылығы, шариғат заңдылығы сондай бар. Алла қаламаса жапырақтың өзі түспейді. Яғни біздің олимпиадада осындай төмен деңгей алуымыздың Алла қалаған. Алла тағала не үшін қалаған? Біздің елге әділетсіздікті көрген. Біз әділетсіздікті көрген. Неге Мырзағалиды алып тастады? Значит, бекерден бекер емес та, шөп жоқ, жел жоқпаса шөптің басы қимылдамайды. Значит, Мырзағали жақтында әділетсіздік болған. Біз оның тек қана жақсы жақтарын емес, кемшіліктерін де айту керекпіз да. Бірақ сол кезде Теміртас Жүсіпов деген боксшы болды, Мардан Берікбаев деген боксшылар болды. Олардың анадан кем қалса артынан жел соқсын дейді ғой. Екеуі де жаман боксшы емес екен. Кеше ғана Теміртас Жүсіпов көрінді бокс түнінде кәсіпқой андай әуесқоймен Теміртас әлем чемпионы болды. Әлем чемпионы болды. Мардан Берікбаев WSB-да әлем чемпионы болды. 7 жекпе-жек өткізді да, 7-інде өтті да. Бірақ сол кезде жаңағындай бұрындары ондай заңға болмаған еді. Бас бапкердің өзінің жеке шәкірті құрама команда жүре беру себепті кейбір салмақтарда сондай жағдайлар болды. Оны мойындау керек. Оны өздері де мойындайды. Мен мысалы Мардан Берікбаевтың білем, ол Қазақстан чемпионы болды, Спартак чемпионы болды. Ол кезде нақ бір жағында мықты болды. Бірақ ана екеуінің де жаңа Теміртастың да Марданның да өз бағын сынайтындай мүмкіндік болу керек еді да. Мен аңшымын, білесің. Мен аңға шыққан кезде аңға да шанс беремін мен. Неге? Мен аңды басына тақап тұрып атпаймын ғой. Аң қашады, аң сені көреді, мен артынан барып атпаймын ғой. Аңның өзі шанс бересің. Аң егер действительно мықты болса қашып үлгереді сенен ше. Аузын аңқиып тұрған болса өледі енді ол кезде. Дәл сол сияқты аң емес, бокстың өзіне шанс берілу керек. Бокстың өзіне бір лицензия анау бар керек, екі лицензия анау бар керек та. Әділдік болу керек та. Вот мен ойлаймын, енді Мырзағалидың оқушылардың бір басында сәтсіздік болып жатқан себебі әділетсіздік болған себепті деп ойлаймын да. Сәл-пәл болса. Әйтпесе мысалы үшін Сәкенде мен әлсіз боксшы деп айта алмаймын, өйткені Сәкенде мысалы өзіміздің үніміз ғой. Жоқ, Сәкен мықты. Чемпион. Біржан ағамыз мықты да. Мықты, оны әңгіме жоқ, мойындау керек. Мықты. Біржан ағамыз да чемпион мира болды. Бірақ қара, біз әуесқой бокста ел чемпионатына финалға шыққан екеуі де бірінен былай да. Бірде мынау өтсе, бірде мынау өтеді. Призердің
бір весте бізде мысалы біз бір весте 4-5 адам бар да. Бір весте 5-6 адам болатын бізде. бір весте 4-5 адам бар да. Олардың біреусі бірде мықты болса, біреусі бірде мықты да. Қайсысы жақсырақ? Біздің енді әуесқой бокстың бір бас бапкер болатын адамның бағына орай бізде бір салмақта бір адам емес та. 3-4 адам тартсаң былай біреусін жақсылап жарысқа апарып жіберсең, апат өткізіп жіберсең, сол баланы шығарып жіберуге болады да. Сүйрегенге жүретін адамдар бар да бізде. Анау Иран болмаса бір Қытайдың Тайпей бір андай бір бокс жоқ, бокс атымен жоқ жаңағындай мемлекеттер сияқты емес та біздікі. Іштен іздеп жүріп біреуін таппайсың. Бізде бір салмақта 5-еу тұр да. Қайсысына көңіл бөлгің келеді, соны шығара аласың да. Вот сондай мүмкіндікті дұрыс пайдалану керек. Вот сондай мүмкіндік. Ал жалпы осы олимпиададағы сәтсіздікке бірінші кезекте не кінәлі? Қалай? Бірінші біздің мемлекеттегі жүйе кінәлі. Мынау деп айтпай ақ қояйық, ол әркім өз сөз иесін тауып алсын. Әркім біледі ғой. Мөрді өздушалары барлары біледі, басқалары біледі. Оны көріп отыр ғой жаңағында алдында жаңағы велоспорт пен хоккей спортына 3 жылда 80 миллиард ақша бөлді дейді да. Кілең легионерлар келетін спорттарда. Кілең легионерлар біздің қазақтар болса да өте саны аз, запасной отыратын қазақтар ғой ше. Енді не үшін легионерларды әкелу жемқорлық үшін өте тиімді да. Мысалы Африкада ма бір жерде бір велогонщик жүр да, короче, ол әлем өзінің елінде 3-ші орын. Ол 1-ші орынға никогда шықпаған ол. Бірақ енді ол тебетін белсебет біздің қазақ теуіп қалды дейсің ба? Бірақ шетелден әкпеген бізге тиімдірақ. Не үшін тиімдірақ? Жемқорлық үшін тиімдірақ. Оны анау әкіп келеді, саған айтады, саған $40,000 айлық, бірақ сен $5,000 аласың. Карточкаңнан шешесің да $35,000 маған бересің дейді ғой, короче. Карточкадан шешкен адам алады, $5,000 қалтасына алады. Өйткені ол өз елінде оны да таба алмайды да. Мен енді нақты мен мынау деп айтпай ақ қояйын, бірақ ол сөзсіз сөйлейтін енді ол қалай айтсам болады. Енді қалай бар солай әңгімелер да ол. Мен мынау деп айтпай ақ қояйын, бірақ өзің ойлашы, қазақтың баласы велосипед теуіп деп ойлайсың ба? Ақыры олар да жетістіріп результат көрсетіп тұрса, одан да қазақтың бір баласы келіп байсын. Қазақтың баласы $40,000 алсын, анау да ауылды отқан жоқ қой ақыры. Вот, не үшін ертең тексеріс болған кезде ана Африкадағы велогонщик табу қиын да. Оның артынан тексеріс сөзі жылу қиын. Ал Қазақстанда жүрген адам келіп айтады, маған $40,000 бөлінген, мен $5,000 алдым, $35,000 ағайға бергем деп айтады да. Ертең ол артықшылық қалмау үшін ол уже шалманы алысқа лақтырады, короче. Нұрсейіт бауырымыздың сұхбатына берген штангист бауырымыз сияқты ма? Ол енді ол ашып айтты ғой енді бәрін. Енді ол анау пьяным на языке дейді ғой, ішіп алса да ол шындығын айтты да. Шындығын айтты. Мен бірақ сау күйінде айтамын. Мен бірақ сау күйінде айтамын да. Мен ішпей жемей ақ мен сау күйінде шындықты айта беремін. Өйткені кешіріп қоясың. Мен бұл жеке басым қамы емес, елдің қамы үшін яқта айту керек болып жатқан нәрселер да. Ауруды жасырсаң өлім әшкерелейді дейді қазақта. Онда жасай беру керек. Қатты айтылуы керек әңгімелер болып жатыр ғой. Мысалы қазір қашанғы үндемей жүресің? Қашанғы сен бәрі бізде жақсы, керемет деп өтірік айтып жүресің, қошамет деп. Никогда айтпағам. Олай болмайды да, ол негізі ер жігітті жақсы сөз ширатпайды, аш сөз ширатады дейді ғой. Сондықтан бұл біздің жігіттерге, біздің мен мысалғы мысалшы Мардан Берікбаев болмаса Теміртас Жүсіпов, мен екеуімен де бауырымыз ғой, дуарластық та. Әр спортшы келгенде олимпиада чемпионы боламын деп боксқа келді ғой. Мен Қазақстан чемпионатының 3-ші орын алсам жетеді бағам деген ешкім арманы болған жоқ ондай. Ол олимпиадаға барам деген спортпен бастады, мақсатпен бастады. Енді Марданның жастықта қанша рет жылағанын бір Алла мен өзі біледі да. Олимпиадаға бармаған, лицензияға бармағандығы үшін өзінің жылағандығын өзі біледі, бір Құдай біледі. Теміртастың да сондай қақпет кеткендігіне, лицензияға бармағандығы үшін оны да жылаған бір Алла біледі да. Енді Алла әділ ғой. Солардың ол енді Қазақстан құрама командасы үшін ол бір адам шығар, бірақ ол өзінің үйі үшін, бір әулет үшін ол бүйтіп тұрған адамдар еді да. Үміт күтіпші, дәл сен мен сияқты ше. Бірақ соны алып, кешіріп қоясыз, мына жаққа мынау барады, мына жаққа мынау барады деп оны бүйте салу бас бапкерге мүмкін басқа адамға оңай шығар. Бірақ ананың жүрегіне қандай қиянат келіп жатыр, шариғатымыздың өзінде айтып тұр ғой, бір мұсылманның көңілін қағбаны бұзғаннан да қиянат дейді да. Қағбаны бұзып тастасын болсаң, қалай деп айтасың қағбаны? А мұсылманның көңілін бұзу, оның жер қылу, одан да қиын кінә дейді да. Енді Құдайға шүкір, қазақтың қаракөз қазақтары, олар да бай болып көрмеген, кедей болып өлмеген семьядан шыққан жігіттер, мысалға да, олар да бала арманы, сол армия олимпиада еді. Сол кездерде олар қалды ғой мысалға. Соның ответкасы келіп жатыр деп қабылдау керек та. Кімге келіп жатыр? Оны тауып алсын да, кімге келіп жатқанын. Айке.
өзіңіздің бокс карьераңызды айтып кетіңізші. Қалай? Менде де енді мен айтпай ақ қояйын, мен қырдым жойдым депші. Иә, мен өзің білесің, әуес жаңағы жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионы атандым, иә. Жастар арасында Қазақстан чемпионы атандым. Сіздің жетістіктеріңізді біз білеміз, мен сізбен бірге жүргенмін ғой, көргенмін. Көзің өтетеміз деші. Мен мойындаймын. Действительно жүрдік қой. Айкин мықты боксшы, өте мықты боксшы, талай тіс қаққан кәдімгідей мықты. Негізі әуесқой бокстың боксшылары көбісі мықты болады. Просто көбісінің бағы жанбай қалады, халыққа танылмай қалады. Негізі талай мықтыларды ұтқан Айдар, өзім мойындаймын. Одан қалса кәсіпқой бокста да жақсы нәтижелер көрсетті. Қазір енді иншалла рингтен көреміз ба тағы сені? Енді андай ғой, боксер деген халық білесің ғой өзің. Андай ғой, аяқ асты ғой, біздікі деген шарт-бұрт қой, рискі шешім. Бірақ анандай сол шешімге тұрарлықтай бір ұсыныс болатын болса, бірақ мен ойладым да, мен алдағы уақытта мен ораламын деген бір жақында клипім шығады деп кәдімгідей Қайрат Нұртас сияқты. Мен кәсіпқой боксқа бір күндердің ораламын, бірақ мен промоутер болып оралуым мүмкін. Мен мүмкін жекпе-жекті білесің ғой, бізде боксшылар көп болғанмен, жаңағыда мен айтамын ғой, бізде қазақ той әрсен болғанмен, қазақтың той көп болғанмен бойы аз да. Қазір біреу жетістікке келген әкесінің тойын жасап отыр. Жетістікке келіп не бітірді ол әкесі? Бала тудырыпты, оны хайуанда тудырады ғой баланы. Оның ол тудыру бір не емес қой, анандай бір жетістік емес қой, бір елге пайдасы тиіп па? Кеспеңдер мына жерін. Елге пайдасы тиіп па? Бір мемлекет мектеп сап беріп па? Болмаса бір жетімдер үйіне бір жетімге көмектескен адам болса, жарайды, әңгіме жоқ, той жасайық. Бірақ өмірі бір үйінен шықпаған, бір енді әке шығар, біреу үшін әке ғой, действительно оны ету керек. Бірақ мен ойлаймын да, тойдың да тойы бар да. Әкенің атынан той өткізгің келе ма? Бұрындары мысалы қазақ не істеген? Құр тоқ адам тойдырып, мысалы тойхананың ішінде отырып алыпшы, күнде бір тізе шығып кеткен тосттары бар, қайдан айландырып айта беру емес. Той деген әкесінің атынан бұрында бір көкпар беретін болған, неге? Ауылдың жастарын сол тәрбиелеген, күресін жақсы өтетін болған, Бізде қазір барады тоқ адамдар, тоқ жаңа бір Алла разы болсын. Әкесінің атынан бой өткізсін дейсің ғой, Әкесінің атынан бой өткізсін. Бүкіл Қазспорт білсін. Бүкіл ел білсін да. Керемет түсінсіз. Ел білсін. Оның мына ауыл тойхананың ішіндегі 300 адам емес, бүкіл Қазақстаннан, Қазспорттан, хабардан трансляция болсын. Бәріңізге лайфхак. Анау әкелеріңнің атын, бүкіл ауылған емес, ел білетіндей қылып қалдырып, традиционный жыл сайын істеп тұратын қалайсыңдар ма? Хабарласыңдар, әкелеріңнің атынан бой өткізіп беремін. Той өтке жүріңдер. Той бұрынғы заманның несі да. Қазір енді сен Алматының көшелерінде көкпар жүргізіп бәйге бере алмайсың, бірақ сол үшін мен ойлаймын, заман талабына сай бокс кеші өткізуге болады. Ол біріншіден сен әкеңнің аты қалап тарихта, действительно оған тұратын адам болса, екіншісінде сен жастарға үлгі боласың. Анау құр тойға барып ет қатты болыпты, тамадасын өтіп болды деген әңгімелерден аулақ боласың. Сен действительно елге пайдаң тигізетіндей бір той істейсің да. Құрметті көрермендер, біздің Алматы қаласында Гранд Парк сауда орталығында Айдос Ербосынұлы, яғни менің дүкенім бар екенін білесіздер. 12-ші блок, Б линия, 10-8-ші бутик. Бізде ұлттық нақыштағы батырлар ұрпағы деп аталатын әртүрлі көптеген киімдер бар. Келіңіздер, сіздерді күтеміз. Жоқ, айтайын дегенім, мына бір сенің подписчиктарыңа, бокс жанкүйерлеріне айтайын дегенім, бір ұсыныстай, мен енді критиковать ету жағын өлтіремін ғой, білесің ғой. Қазақ, любой қазақ критиковать ету жағын өлтіреді ғой, бүйту керек, анын ауыстыру керек, мынаны бүйту керек деп. Жігіттер, мемлекет өзгеріш, бірінші өзіміз өзгеру керекпіз. Өзіміз өзгеру керекпіз. Қалай? Көшеде кетіп бартасың, бір түп-түзу тұрған жолды алып қайтадан бір жол істеп жатса, бәріміз түзу жол не үшін істеп барады деп өз ара айтамыз да, бірақ кетіп қаламыз да. Тоқталып, қасына барда сотка деген любой қалдасыңдар ғой. Сыр, жігіттер, что там? Не үшін мынаны қазып отырсыңдар? Не, отмывание денег па мынау? Жемқорлықта тоқтат. Ана жерде бір әділетсіздік болып отыр ма, кете сама, әділет деген. Конкретно түсір видеоға. Қазір сен бұрындай Тоқаев есімді тағладырмауы мүмкін, бірақ отмечать ететін Инстаграмды алсаң, ол точно сені көреді да. Ақорда пресс, жаңағындай антикор деген нәрселерін белгілейтін болсаң, любой сен елге пайданы тигізесің. Сен тоқылдақ деген сен вор закон емессің сен. Сен көшенің адам емессің, определять ету керекпіз. Біз елге пайдамыз тигізетін адам болсақ, біз әрқайсымыз өзімізге тиер аяқты білгеннен кейін. Бір әділетсіздік көрдік па, тоқтамай айту керекпіз. Екінші мен енді критиковать еттім мен, орнына не істеу керек деген нәрсе айту керекпіз ғой. Әуесқой бокста, мысалға қараңыз, монополия бізде, бірақ федерация боксы бар бізде. Қазақстан федерация боксасы бар. Сен оған ұнасаң олимпиадаға барасың, оған ұнамасаң, олаған сай. Сен бармайсың да. Базар жоқ. Мен сондай Қазақстан федерациясын ұнамай қалсам қайтайын. Мен мүмкін тілім ашты шығар. Мен күшті бокс жасап тұрмын, бірақ орнына үнемейтін адамдар кетіп отырса да егер. Сол үшін мен айтам,
мен бұйырса алдағы уақытта кәсіпқой боксты мен бірге әуесқой боксты дамытатын өзім промоушн ашамын. Сол промоушнда мен өзбек ағайындар сияқты кәсіпқой бокс пен әуесқой бокс тізгін тең тартамын. Өйткені 4 жылда бір болатын олимпиаданы күтіп жүріп біздің қаншама спортшыларымыз қартайып кетті да. Вот оған жол бермеу үшін айтып тұрмын ғой, өмірдің өзі қысқа, ал спортшының спорттағы өмірі вообще қысқа да. Сол үшін уақытты дұрыс пайдалану үшін мен алдағы уақытта айтайын барлықтарыңа промоушн ашамын. Олимпиадаға барамын, Америкада кәсіпқой боксты бағындырамын дейтін жігіттер болатын болса, тартылыңдар, связьға шығыңдар. Иә, мен біздің федерация мен озып кетсін, әңгіме жоқ. Но бірақ мен оларға конкуренция создавать етемін. Кешіріп қоясыңдар. Иә, Құдай қаласа. Бұл не үшін? Мен оларды озу үшін емес, олар жақсы сұхбат болды. Құрметті көрермендер, лайк басып бізді қолдап отырыңыздар. Айекеңнің залына балдарыңызды жіберіңіздер. Боксерлар көріп отырған болса барыңыздар. Жақсы.